Байдың баласын алып кетуге кісі келгенде Жылқыбай әйеліне сөйлей бастайды. Жас 15-те қосылған, қынадай белім шешілген. Ибалықпен сөйлеп сөз наздықпенен көсілген. Баласын алып келсін деп. Тоқтамыс хабар етіпті. Ол тілеуі кесілген. Тілімді алсаң бәйбіше, хан баласы едіге. Едігені бермейік, мұның бетін көрмейік. Біздің бала не қылар? Тек жинаған малға ие болар. Тірі болса едіге, дұспаннан басып кек алар. Едігеден айрылсақ, хан тұқымы жоғалар. Тілімді алсаң алғаным, едігені алып қалып, өз баламызды берейік. Сонда бәйбіше мұңайды. Өлімге кетеді дегесін, жалғыз туған баласы. Жыламай, қалай шыдайды? Асыл бөдей алғаным, дүниенің білдім жалғанын. Тоқтамыстай зұлымның басқа қайғы салғанын. Беремін десең бер деді. Қайғыруға болама, жорға таңдап міндірші, торға таңдап кидірші. Мен мауқымды басайын, бір сағат маған сүйдірші. Тоқтамыстай зұлымға барса бала келу жоқ, енді тірі көру жоқ. Өксіп жылайды, жыламай, қалай шыдайды? Басайын деп бұл мауқын, бір сағат тұрып сүйеді, омырауын кемпір ашады. Жүрегім менің күйді де бауырына басады. Бетінен сүйіп, егіліп, көзінің жасы төгіліп, кемпір сорлы болғалды. Бала мінді атына, баласын ертіп қасына. Тоқтамыс ханның үйіне Жылқыбай келіп кіреді. Суырып алды Тоқтамыс төсекте жатқан алмасты. Сермей қалды басынай, басы түсіп кесіліп. Жылқыбайдың қасынай. Етегіне бұл салып баласының басынай. Төге берді Жылқыбай. Көзінің аққан жасынай, сонда тұрып Жылқыбай Тоқтамысқа сөйледі. Әй Тоқтамыс, Құдай алсын басыңды. Қысқартсын сенің жасыңды. Ессіз ордан бұлғалсын қатының мен балаңыз, екеуі де толғалсын. Иесіз қалсын қалаңыз, мендей болып зар еңіреп, сақалың жуып жылаңыз. Сонда Жылқыбай баласын құшақтап алып, жылаумен шығып кетеді. Құшақтаумен баласын Жылқыбай үйіне кетеді. Атқа да мінбей уайыммен жаяу жүріп кетеді.